Джон Готман балалардың эмоцияларын басқаруды үйрену олардың мектептегі жетістіктерін жақсартады, достық қарым-қатынастар орнатуға және өмірде табысты болуға көмектеседі дейді. Олар эмпатияға, өзін-өзі басқаруға және өмірдегі қиындықтарды жеңуге жақсы бейімделеді. Готманның бұл кітабы ата-аналарға балалардың эмоцияларын елемей немесе қатаң қабылдамай, керісінше оларға дұрыс жауап беруді үйретеді. Эмоцияларды тәрбиелеу арқылы балалар өмірдің қиындықтарын жеңуге қажетті эмоционалдық және әлеуметтік дағдыларды дамыта алады. Эмоционалды интеллект дегеніміз не? Готманның айтуынша, эмоционалды интеллект бұл баланың өз эмоцияларын түсініп, басқара білуі, сонымен қатар басқа адамдардың сезімдеріне эмпатия таныту қабілеті. Балалар эмоцияларын түсінгенде және оларды дұрыс басқара алғанда, олардың өзін-өзі бағалауы артады, әрі басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас орната алады. Эмоционалды интеллект не үшін маңызды? Эмоционалды интеллект тек баланың эмоционалды әлемімен шектелмейді. Бұл баланың өзіне деген сенімін арттырып, оқу процесіне де қарым-қатынас орнату барысында да табысқа жетуіне ықпал етеді. Мысалы, эмоцияларын түсіне білетін бала басқа балалармен ойнағанда, жанжалды жағдайларға сабыр сақтап, компромисс табуға қабілетті болады. Сондай-ақ өмірде кездесетін қиындықтарға төтеп беру қабілеті де жоғары болады. Осыған орай Джон Готман ата-аналарға баланың эмоциясын дұрыс бағыттауға көмектесетін 5 қадамды ұсынады. Бұл қадамдар баланың эмоционалды дамуын қолдап қана қоймай, ата-ана мен бала арасындағы байланысты нығайтады. Бірінші, балаңыздың эмоциясын байқаңыз. Ата-аналар баланың ішкі сезімдерін түсіну үшін оның мінез-құлқындағы ұсақ өзгерістерді де назардан тыс қалдырмау керек. Баланың эмоцияларын ерте байқау сізге оның проблемаларының тамырын ерте анықтауға және оларды тез шешуге мүмкіндік береді. Мысалы, балаңыз күнде күлімсіреп мектептен келсе, бірақ бір күні көңілсіз оралса, мұның себебін білуге тырысыңыз. Сіз оны уақытында байқап, сезімдерін түсініп, ішіндегі мәселелерін шешуге көмектесе аласыз. Бұл оны сізге деген сенімін арттырады. Екінші, эмоцияны үйрену мүмкіндігі ретінде пайдаланыңыз. Теріс эмоциялар да баланы дамытатын маңызды сәттер. Баланың ашулануы немесе мұңаюы оның әлсіз тұстары емес, керісінше ата-анаға эмоцияларды түсіндіруге және оларды дұрыс бағыттауға мүмкіндік береді. Мұндай жағдайларда ата-ана балаға өзін-өзі басқаруды үйрете алады. Мысалы, балаңыз қандай да бір ойыншықты ала алмай ашуланса, оның бұл сезімдерін мойындап, оны дұрыс шешуге үйретіңіз. Сен ашуланып тұрсың, себебі қалағаныңды ала алмайсың. Бірақ біз бұл жағдайда қалай шешім қабылдау керек екенін ойланып көрейік, деп айтуыңыз мүмкін. Үшінші, эмпатиямен тыңдаңыз. Баланың сезімдерін тыңдап, оған эмпатия таныту ата-ананың ең маңызды міндеттерінің бірі. Бұл балаға өзін түсінгендей сезінуге және ата-анасымен эмоционалды байланысты нығайтуға көмектеседі. Баланы кінәламай, оны сабырмен тыңдау, оның өз сезімдерін дұрыс қабылдауына және шешім табуға ықпал етеді. Мысалы, бала досымен жанжалдаса немесе ашуланса, оның сезімдерін құрметтеп тыңдаңыз. Сен ашулысың, себебі досымен келісе алмай қалдың. Бұл жағдай қиын екенін түсінемін деп айту арқылы оның эмоциясын қабылдайсыз және ары қарай бірге не істеу керек екенін талқылайсыз немесе өз ойыңызбен бөлісесіз. Төртінші, балаңызға эмоцияларын атауға көмектесіңіз. Балалар көбіне өз сезімдерін дұрыс айта алмайды. Сондықтан ата-ана оларға сезімдерін анықтауға және атауға көмектесуі керек. Бұл эмоцияларға сөз бергенде бала ішкі сезімдерін жақсырақ түсінеді және оларды басқаруды үйренеді. Эмоциялар түсінікті болған кезде оларды реттеу де жеңілдейді. Мысалы, егер бала ойыннан ұтылып көңілсіз болса, ата-ана сен ренжіп тұрсың, себебі жеңілу қиын екенін сезіп тұрсың деп балаға сезімдерін атауға көмектеседі. Бұл балаға өз эмоциясын дұрыс тануға және дұрыс басқаруға үйретеді. Бесінші, шектеулер қойып шешім табуға үйретіңіз. Баланың эмоциясын түсініп қабылдағаннан кейін ата-ана оған шектеулерді де түсіндіру керек. Балаға эмоциясын білдіруге рұқсат бергенмен, оның қандай әрекеттер дұрыс, қандай қате екенін көрсету керек. Шектеулер қою арқылы ата-ана балаға жауапкершілік пен өзін-өзі басқаруды үйретеді. Мысалы, бала ашуланып ойыншықтарды лақтырып жатса, ата-ана мен сенің ашуланғаныңды түсінемін, бірақ ойыншықтарды лақтыру дұрыс емес. Кел, ашуыңды басудың басқа жолдарын қарастырайық деп айтуы керек. Бұл балаға эмоцияны дұрыс басқаруды үйретеді. Эмоцияны дұрыс тәрбиелеудің пайдасы. Баланың эмоцияларын қабылдау мен түсіну арқылы ата-ана мен бала арасында қарым-қатынас жақсарады. Бала ата-анасына сенім артып, қиындықтары мен сезімдерін ашық айта алады. Бұл ата-анамен ашық диалог орнатуға көмектеседі.
эмоцияларын түсініп, дұрыс бағыттауды үйренген балалар өмірдегі қиындықтарға дайын болады. Олар стрессті дұрыс қабылдап, жанжалды жағдайларда сабырлы әрі салиқалы шешімдер қабылдай алады. Сондай-ақ эмоцияны дұрыс тәрбиелеу балаларға достары мен отбасымен жақсы қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Мұндай балалар басқалардың сезімдерін түсініп, олармен жанжалдарды сабырлы түрде шешуге үйренеді. Готман ата-аналардың түрлі тәрбие стильдерін сипаттап, олардың балаға қалай әсер ететінін түсіндіреді. Әрбір стиль балаға әртүрлі әсер етеді, сондықтан ата-аналар өздерінің мінез-құлқын түсініп, балаға дұрыс бағыт-бағдар беру керек. Бірінші, эмоцияны елемейтін ата-ана. Мұнда ата-ана баланың эмоциялар маңызды деп санамайды және оған көп көңіл бөлмейді. Бұл баланың өз эмоцияларын елеусіз қалдыруына немесе оларды білдіруден қорқу сезімін қалыптастырады. Мысалы, егер бала қайғырса немесе ренжіп тұрса, эмоцияны елемейтін ата-ана оның сезімдерін елемей, қарамай да қоя салады. Мәселені елеусіз қалдырады, көмектеспейді. Келесі, эмоцияны қабылдамайтын ата-ана. Бұл ата-ана баланың теріс эмоцияларын дұрыс қабылдамайды және оларды көрсетуге тыйым салады. Нәтижесінде бала эмоцияларын жасырып, оларды іште сақтай бастайды. Мысалы, бала ашуланып немесе жылап жатқанда, болды қой, жылама, нағыз батыл бала жыламайды деп баланың эмоцияларын теріс бағалап, оны басып тастайды. Келесі, бос жіберетін ата-ана. Мұндай ата-аналар баланың эмоцияларын қолдағанымен оған шектеулер қоймайды немесе шешімдер ұсынбайды. Бұл баланың эмоцияларын реттеуді үйренбеуіне әкеледі. Бала ашуланып бойындағы заттарды лақтырып жатса, ата-ана оның эмоциясын қолдайды, бірақ оған шектеу қоймай, қарап тұрады, шығарып алсын дегендей. Төртінші және дұрыс стиль – эмоцияны тәрбиелейтін ата-ана. Мұндай ата-ана баланың эмоциясын түсініп, дұрыс жауап беріп, оны реттеуге үйретеді. Егер бала ойыннан ұтылып көңілсіз болса, ата-ана сен ренжіп тұрсың, жеңілу қиын екенін түсінемін, келесіде қалай жақсартуға болатынын талқылайық, немесе қалай саған көмектесеміз, көңіліңді көтеретін басқа нәрсе ұсынайық деп өз шешімдерін айтады. Готман балаларға нақты эмоциялармен күресуді үйретуге бірнеше кеңес береді. Ата-аналар баланы ашуын тануға және оны қалай тыныштандыруға болатынын үйрету керек. Мысалы, терең демалу немесе санау арқылы. Мысалы, егер бала қатты ашуланып жылап жатса, ата-ана кел, терең демал, ашуынды қалай басуға болатынын ойланайық дейді. Сондай-ақ балаға біртіндеп қорқынышын жеңуге көмектесу керек. Сонымен бірге оны тым көп қорғап, оны асыра сілтеп жібермеу маңызды. Мысалы, егер бала жалғыз ұйықтаудан қорқса, ата-ана онымен бірте-бірте уақыт өткізіп, жайлап жалғыздыққа үйретуі дұрыс. Ал бала қайғырып отырған кезде, ата-ана оған сезімдерін айтуға көмектесіп, бұл жағдайдан шығудың жолдарын іздестіру керек. Егер бала ауырып, жоспарланған іс-шараға бара алмаса, ата-ана бұл жағдай көңілсіз екен, бірақ бірге көңілді бірдеңе ойланайық, болмаса осы нәрсені үйде жасайық деп баланы жұбатады. Эмоционалды тәрбиенің қоғамға әсері. Эмоционалды ақылды балалардың саны артқан сайын, қоғамдағы жалпы қарым-қатынас деңгейі де жақсарады. Мұндай балалар өскенде жауапты, эмпатиялы, әлеуметтік тұрғыда салауатты ересектерге айналады. Олар өз орталарында, жұмыс орындарында және жеке өмірлерінде үйлесімді қарым-қатынас орнатуға бейім болады. Мысалы, эмоционалды ақылды балалар жанжалдарды сабырмен шешеді, айналасындағы адамдардың сезімдерін түсінуге тырысады. Бұл қасиеттер олардың достарымен, отбасымен және болашақ әріптестерімен жақсы қарым-қатынастар орнатуға көмектеседі.